бүгінде бізде осы қасиетті Рамазан айларында ауыз ашар сәттерінде тек қана өзіміздің отбасымызға ғана дұға етпей, сондай-ақ еліміз үшін, жеріміз үшін көптен көп дұға ету керекпіз. Ендігі кезекте алдымызда келе жатқан ұлы жаратушымыздың мұсылман үмметіне сыйлаған қасиетті Рамазан айында сәлесіне тұрып ораза ұстауға көппен бірге еліміз бен жеріміз үшін және жақын адамдарымыз үшін дұға еткеніміз абзал болады. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мүмин адамның ауыз ашар менен сәрей уақытындағы көппен бірге жасаған дұғалары қабыл болады, әсте қайтарылмайды деген.